Теміржол колледжі Локомотив командасы. Жігіттер, сортировкадан автобуспен достық үйіне зорға жеттік. Зорға жеттіге. Ана қызыл безрукавкаға какой-то бір домашка ұстап бірдекен бейқылдап жүреді. Қайсың ол? Сол қайсы демексің мен қалаға ақырет келгенде, анау сығанның балалары жүретін, чашка ұстап өлең айтып ақша сұрап. Қазір мыналар шықты, карточки, билеты, готовим, на линии контроль деп. Жігіттер, бүгінгі фестиваль аталай? Жымиясың сен неге? Жымаймашы жігіттер бағана достыққа келдік қой. И бір қыз келеді, әдемі анау. И мен оған жымайып деп қоямын ше. Анау тұрады да. Атстан ат міне, я вообще вип казашка, манбет дейді оған. И мен тұрамды айтам. Қайта сенікі қаланың қыздар сөзбен айтқан ғой. Сол жағын отыр ғой, бір жақ көзе фонарик жағын ауылдың қыздарына айтып. Ауылдың қыздарына жүрмеген. Жігіттер сендер несіне мен кеміте бересіңдер? Атақ сендерге қарағанда маған қыздар көбірек қарайды. Шүкір Алла. Алай болса ауылында қаламында қыздарына жымайып қарайтын Локомотив из 90-х. Сонымен тамашалаймыз рух файтингта болған жағдай. Анау Рамазан Рамбердиев деген кім ше? Ойынды вообще ортасына тоқтатып. Сол. Мапоқ, дарабосын істеп тұрсыңдар, жүрдер тек қана. Сонымен тамашалаймыз мектепте әр баланың басында болған жағдай. Сонымен балалар, 1, 2, 3, рахмет! Сонымен тамашалаймыз Таиландтағы автосалон. Механика ма, автомат па? Білмейм, механика ғой демей. Сонымен тамашалаймыз Таиландтағы гендер пати. Не болды, оңа қыз ба? Білмейм, өскеннен көреміз. Сонымен тамашалаймыз әр баланың басында болған жағдай. Сол магазинда жүріп, еще қасымызда қыздар жоқ қой, жігіттер екті. Не болды, қызын отчет беріп отырсың ба? Қумашы, құттыңы мамамен сөйлесіп отырмын ғой. Сонымен тамашалаймыз барлығымыз білетін Жахалит дұрыс жолда, ал егер ол керіс жолға түсіп кетсе қалай болады? Тамашалаймыз. Я на своем вайпе где-то летала над Тавайей.
ойыныңыз аттарыңызға сай болып, бүгінгі ойында әділ баға берсеңіздер дейміз. Рахмет, Локомотив Исернос. Әлмен бірі жалғастырайық. Сахнаға ерекше бір команданы шақырсам ба деп тұрмын. Қарағандылық еркін құрама хэт-трик командасы. Қарсы алыңыздар. Жігіттер, ана қыздарский футбол бар ғой? Сол бараттар қызымен таныстырып өткен. Кеше қалай екен? Яман тиісіп, қайбы кеш қарағанда. Жігіттер, бүгін маңызды ойын. Ақша тігіліп жатыр. Кайф ойын. Бір кайфпен ойнау керек қанау. Кетірейін шешесің ғой, жүзері тұрып тұрады ғой. Кайф, қанау. Анау бала кезінде дворда сенде ғана доп болушы еді ғой. Сосын сен мама шақырып алғанда артынан бала бүй мөлдіріп қарап қалды ғой. Доп сенде кетіп қалсын ғой. Кайф қой. Сосын анау кайф болады ғой. Барлығын салаға тұрыс қоясың да тарс еткізіп бап деп демеді ғой. Кайфтың патологына дейін ба? Давай. Кешке ауыз ашасың. Ұстайсың, мұжисың, кайф. Не айтып отырсың? Тұманында тамағымыз қойып. Ойлаңдаршы, Қарағанды футбол аяқ асты дамып кетсе. Шахтер стадион кәдімгі мықты стадион болып, ана ішінде кәдімгі сенсорный бәрі пультпен үстің жауып ашатын болса ойлашы. Сосын бүйтіп матчтан кейін бүйтіп келесің да, пультпен алып үстін жауып атқанда папа айтса, қос көріп жатыр десе. Я уже заморил. Жігіттер, кеттік футболға. Ақша тігіліп жатыр дейді. Ой, қойшы, судьялар сатылған, барасын ұтып қалсын, әділетсіз болып кеткен ғой қазір. Одан да КВН ойнай береді де, жайдарман әділетті ғой, бұяқта да ақша тігіліп жатыр. Сонда қалай жиын не отырсың? Сіз білмейсіздер, біздің команда Нұршат бар ғой, паралист қой. Паралист қой Нұршат біздің. Қайдағы паралист? Арбитр ғой. Қайдағы арбитр тастандар? Арбитр деймін. Паралист. Қой деймін? Паралист деймін, тұлып тұр. Боковой арбитр ғой бұйшы. Қапытырай болды. Осы тренер сіздің атыңыз кім? Жалғастырамыз. Мінекей, ойынымыз басталды. Таяқ жерге қайтадан тасталды. Сонымен көреміз, Криштиану Роналду алқаш болса қалай болды. Тағы қой! Паспен ұрғанда паспен ұр. Жалғастырамыз, Үндістанда болған жағдай. Осы қазақтардың үстіне бір түрлі шығады. Сен тықпасаң саған тығады. Көрейік, Криштиану Роналду көз дәрігері болса қалай болады? Сен көзіңді емдету керек. Неге? Көзім қалай? Садио Мане, гол Мане. Сонымен көреміз, орманда болған бір түрлі жағдай. Аға, сіздің жүн картошкаңыз қалып кетті. Ол жүн картошка емес. Не ол? Ол киви. Киви? Киви. Не ол? Ол саған орманын берген бір жасылығы. Енді көрейін хабарлап сендерді сақалдарыңыз қалып тұр. Сонымен көреміз, қыздарский футболдың комментаторы. Мінекей, әнемне дегенше ойыныз басталып қалды. Айбаланнан асырылған пас допты 19 номердағы Ольга есімді қарындасымыз төсімен қабылдап алды.
Ол допты жерге түсірмей жүгіріп келе жатыр. Не деген өркөкіректік. Мінекей, қақпа қарай жақындады, алдап келе жатыр. Анкара Ольга. Қақпаға доппен бірге кіріп кетті. Гол! Есеп 1-3-0. Жеңіс құтты болсын ағай. Жігіттер, бүгін футболға бармадық, ендеше ертең барамыз. Ертең де ойнаймыз. Неге? Ертең Астана мен Қарағанды Жайдарманнан жекпе-жекке шығады. Ойнаймыз. Ертең ойнаймыз. Қуасың ба? Мына формамен қалай ойнайын деп жатсың сен? Мынау ГАМАЗ шот ұят емес па ертең ойнаған? Жігіттер шынымен ұят Ешін біздің емес қылан біреудің формасы ғой. Сұрап жексін болып кеттік. Сол? Мен аты Нұрсат. Мен вообще Алихан емеспін ғой. Мен Дидар емеспін ғой. Мен Асланмын, бірақ мынау емес. Айсұлтан Толғын. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен біреудің атын жамылып жүрген Георгий Черданс Константинге. Рахмет, Қарағандым. Рахмет, хет-трик командасы. Сіздердің қошемет, құрмет болсын. Рахмет үлкен. Әрмен қарай жалғастырайық. Ортада Қарағанды жоғары политехникалық колледжі Құрдастар командасы. Қайырлы кеш Қарағанды! Ұлыстың ұлы күні алдау күні құтты болсын ағайын. Құрметті достар, біз бұл ойынға автобуспен келдік. Қандай автобуспен? Ақ автобуспен келдік. Ақ деген ойынға не түсетпеген ор? Чекушка. Ақ автобустан түстік. Бағдаршамға келдік. Бағдаршамда қызыл, сары, жасыл деген ойынға не түсет? Соленый огурцитель. Басшасыңды қоятыр бегі. Қарағанның проблемаларын айтайын. Қарағанның аэропорты қай жақта осы? Білмеймін, бір шетке салып айдалаға. Оны шетке салса, Қарағанды Центральный паркте көлік бус ойдың ғой? Сен, мен тағы 4 жыл іште ұрма. Не істейсің оны? Стяжка өттемін жаңа судың бетіне. Айтсыңдар сендер? Бірінші сәуір қандай күн екен білесіңдер ма? Қандай? Алдау күні. Итак, депутаттар алдап кетті. Саясат. Ойда жүздің бекті. Саясатты қадың өзі. Мынау сендердің ойындарың болмайды жігіттер. Неге? Сендер білесіңдер ма? Құрдастар құрамасы қай жылы құрылған? 2005 жылдан бері келе жатқан команда. Сендердің ойындарың жараспайды бұл ойынға. Бұлар мықты ойнаған. Көрсетейін бе ойындар қалай ойнаған? Қалай ойнаған? Жүрсе көрсетім. İstersen olur, yeniden oyna, savarsız kalbimde tek. Жалпы оларда шутка болған ба? Оларда шутка білмеймін, бірақ мен олардың ютубтан биін көргенмін ғой, би болған ғой оларда ше. That's a shut up, that's a shut up. Сонымен тамашалаймыз достар. Теміртаудың нашақорлары Қарағандыда. Уа! Таза ауа деп осыны айтады ғой. Спанч болыпты, ата-анасы үйінде осылай қарсы алып алады екен. Менің тесік балам келеді, тесік. Спанч болыптың досы Патрикті де ата-анасы осылай қарсы алады екен. Менің балам жұлдызы, көбеншік өзі, әзіл кеш өзі.
үнді жігіт сұлтанына қатысуда. Тайыр деген біздің жер, Метхун бабам жүрген жер, Ситимол да біздің жер, Кәләни әжем жүрген жер, Тарық деген біздің жер, Жагдишалар жүрген жер, Достық деген біздің жер, Анандилар Хаттуба деп жүрген жер. Рахмет, достар. Сөз соңында. Baby, я не твой. Baby, я не моя. Давай останем на все. Давайте начнем с Нового года. Baby, я не твой. Baby, ты не моя. Зачем нам любовь? Давай просто летать. Baby, я не твой. Рахмет, құрдастар құрамасы. Әрмен қарай жалғастырайық. Стильдері ерекше, басқа топтан бөлекше. Қарағандылық ерекше еркін құрамасы. Тыйыр путь. Ва. Тыйыр путь. Бабки гони, я отсаки. Құрметті көрермендер. В общем, жайдарман болып отыр ғой, мынау команда, біздің команда шықпай тұрып, алдын ала сіздерді күлдіріп алайын деп жатырмын да. Сондықтан негізі балалар шықпай қойсын деген маған. Бірақ енді өзім айттым, шығайын жігіттер күлдіріп аламын дедім. Мен сондықтан күліп қалмай, андай нормально күліп отырыңыздар, хорошо? Балалар ұятып қалмасын. Мына шутка бар ғой, заңғарға сыстырып ойнап тұрған. Yani azın түсінесіз ғой? Түсінбей қайда барады. Үшін мынандай бар, сонымен көреміз, сәл андай кезекті бір тойында қатты естіленіп кеткен Заңғар Әбілжанов дейді ғой. Бүйтіп, ұйықты бар өзінің. Аллау, ассаламағалейкум, тойшыл қауым. Деп кірмей қалдым ба? Жарайды, давай, жеге, баш выход. Үш күн жігіттер, үш күн қатарынан жайдарман отырады. Керемет көңіл-күй, көктем деп, қыздар андай қалың киімдерін шешіп тастап кәдімгідей. Ну, чтобы андай, чтобы прохладно было, чтобы не воняло, чтобы воздух был. Керемет көңіл-күй жігіттер, көрермендер керемет болды. Керемет жүргізуші наркотик. Бүгінгі жүргізуші наркотик қой? Алғаш таңертеңнен обедтен кейін наркотик қой. Түнде уже наркотик бұл кісінікі. Мис па? Мис песігімен бірге. Есіп қанағанды! Достар, наркотик жатыр қой. Негізі бұл жігіттің есімі Еркебұлан. Жайдарманда барлығы әзілдер наркотик дейді. Бүгін әзіл болғаннан кейін енді ағамызбен әзілдесіп жатыр. Мен қаша сөйтіп тозатқа шешті. Базик келді салды ғой, бұрынғының. Міне, құрметті көрмеген. Мынау Баязет деген страшный адам негізі бар ғой. Мынау бүйтеді ғой негізі. Аң патшасы алыстан болатын болса, әзілдің патшасы Баязет деген бар. Страшный ғой. Мына қараңыздар. Бірінші орында әзіл бойынша қазір Баязет, одан кейін Никулин, одан кейін Заңғар Әбілжанов. Жоқ, емес. Бірінші орында жоғарыдағы Сәке, одан кейін мен. Тамаша, көрдіңіздер ме? Қандай? Осы керемет адам. Мынау құрметті көрермендер, Литвин бар ғой, Литвин, Россияның блогері, сол жақында энергетик шығарды ғой, Литвин деген. Мынау Баязет, мынау көтеріліп кеткеннен бір-екі жылда көтерілемін деп отыр, жомарт азақта, сол кезде энергетик шығамын дейді. Энергетиктің аты Баязет. Ерегас, мынау отыр ғой, плинтус. Хватит, все. Все, уже. Перестань. Должна уже? Да, перестань. Айтып, құрметті көрермендер, жақында түрмеден шықты. Бір адамды әзілден өлтіріп қойған тұр ғой. Ерегас. Ричард подними. Ерегас, хватит, все. Баязет, әзілдің патшасы деп отыр ғой, сен қалтаңда бір нәрсе бар. Шақ. Шақ, қолпақ жүрші мен қалтаңда. Беш бітасы. Өзі сен қалтын тексерейін қазір.
Тебедің башқа той. Әзілден, бір әзіл айту үшін маған бір сулифа ойнап жүрген. Сулифа? Екеу не? Сулифа. Сенсің? Қайша сен істедің? Еркотик. Еркотиксіз ба құдық қой? Құдық не, еркотик не бәрін білмейсің ба? Жігіттер кеше мен ауыр қалдым ғой. Сосын АЦС іштім. Аспирин іштім, преднизолон іштім, аналген іштім, парацетамол іштім, глюкокортикостероидтар іштім. Қалай? Глюкокортикостероид. Бұл сен тілін кемейтін дәрі ішкенсің ба? Десіресің ба? Қалай? Глюкокортикостероид. Қарай, бүйтіп ішесің ба? Глюкокортикостероид деген осына? Бүйтіп тұр қалсақтан глюкокортикостероид бар ма? Әзілдің батасы бірдей. Жаңа глюкокортикостероид ма не? Сол айтып жатқан кезде, сол айтып жатқан кезде дәрі еркетсе. Мүмкін. Әзілдің патшасы дедің бе жаңа? Бірінші орында дедің бе? Сен апасы демесің. Баукен, сосын не болды? Сосын осындай оқылым жігіттер. Баукен енді тағдырдың маңдайына жазғаны осы көйлесің енді Баукен. Жігіттер, залға кірмей жатыр. Осы жерден тез шуткаға өтіп кетейін ше? Кірмей жатыр залға. Мен бірден айтам, өздерің жалғастырасыңдар ғой, мен ендеше дейін сонда. Ашат кәз. Байзет, давай, әзілдің патшасы ретінде сделай что-то, давай. Ендеше Ернат ағаның әйелі бізге жегеше жалғастырамыз! Жалғастырамыз. Дикий Данияр Дарабоз акушер болса. До конца! Жалғастырамыз. Наурызда дәл осындай тілек айтатын апайлар міндетті түрде кездеседі. Вот сегодня какой прекрасный день. Я вам желаю всего наилучшего, благополучия. Вот сегодня хорошее настроение. Вот только что моя подруга Баясетка сказала, улыс он болсын дейді. Улыс он болсын дейді. Какой прекрасный... Улыс он болсын. Вот он третий раз сказал. Вон она вернется. Только что танцевали под эти... Вот, классно, да. Вот, улыс он болсын дейді. Я сама ничего не поняла, но... Красивое слово. 25 жылдан сколько болса? Достар, оған ғасыр қами шаңғышы болса. Шаңымды менің жаулаған Достар, әнші Рай орманда жоғалып кетсе. Ей адамдар. Достар, келесі әзілді өзіміз ойнамасақ болмайын деп тұр. Сонымен кафедегі официанттар. Аға, сдачаны салып кетті ғой. Елес, тоқта. Ол сдача емес ол. Чиви ғой, чиви. Чиви дегенде? Чиви деген ол клиенттің саған деген ризашылығы да. Онда аға, мен артынан сізге бір чиви. Еркотик дальше қойшы. Сен көлдің астына жүрегімді жасырам, шекарадан асырам. Рахмет достар, соңында құрметті қазылар алқасы. Бүгінгі ойында командалар негізінен ақша үшін келіп отыр. Енді біз де ойнаймыз, біз де ақша үшін келіп отыр. Бірақ та ол ақшаның жұмсалатын мақсаты әртүрлі. Қазір кейбір командалар ақшаны ұтып алады да, ойыннан кейін шығады, ау деп клубқа басып кетеді, болмаса тамақ ішіп анарасқа тастайтындар бар жаңағы. Плейстейшн ойнап тастайды, осы ақшаны шашып тастайды бір сөз айтқан кезде. Ал біз ол ақшаны аламыз да, алдымызда келе жатқан премьер-лига ойындарына жұмсайтын боламыз. Енді 5000 теңгесін алып тамақ ішпейтініміз бар енді ауызашықта. Сахнада өнер көрсеткен Қарағанды облысы ерекше құрамасы. Тамаша, керемет, алғыс білдіреміз, ерекше еркін құрамасы. Әрмен қарай жалғастырайық. Бүгінгі жалпы фестиваль байқауымызды аяқтайтын, қорытындылайтын соңғы топқа кезек берелік. Ендеше сахнада әзіл саласында біраз жылдық тарихы бар, тәжірибесі мол, болашақ VIP командасы Қарағанды қаласы.
отырмын. Жігіттер, бүгін Мартбек Тоқмырза ағамыздың атына ойын беріп жатыр. Жымиясың сен неге? Қараш, залда қандай құрметті азаматтар отыр. Мысалға, Ернат, заңғар, орындарыңыздан тұрып қойыңыздаршы. Бір өтіш болсын, құрметті азаматтар. Вот, көрдіңдер ме? Вот, залда енді құрметті азаматтар отыр. Сендер ел отырайын. Қарағанды сұлу қыздары, жігіттері. Мынау жайдармаға келіп жатқан кезде әдемі ой. Ой бала бегім, сенің сөз саптауын өзгеріп кетіп қой. Дұрыс қой, енді кеше бір қазақ тілі сабағына беретін бір мұғаліммен танысқам. Ондай сөз саптауымен бірден жүрегіне жол тапқан шығарсың да. Жүрегіне жол тауып таптық қой, жүрегіне жол тауып барсам, Байқұлықтың бір спортсмен жігіт отыр. Сені көрген бетте бір-екі удар жүрегіне шығар. Ол жерегенше біз жіберіп қойдық қой. Қайта күн жылы болып тез кеуіп кетті. Жаңа бар ғой, сахнаның артында жүрмін ғой. Заңғар ағамыз келеді маған. Келеді. Мәке бүгін ойында айырыңдаршы дейді ғой. Өше, мәке деді ма? Аллах қой, мәке деді маған көпше. Мәке, айырыңдар бүгін жопынығы бойнап бісін шығарыңдаршы дейді ғой. Дұрыс қой, айырыңдар деп бүгін не айтады ғой? Мен көзіне қарадым ғой. Көзіне қарап, көз айтады. Әкел алсаң, көз айтады ғой маған. Давай бүгінгі ойын жеңіңдер, ақшаны алыңдар, айырыңдар, ойыннан кейін отырайық, демалайық қыздар. Көжу қаршы қыдырайық. Қойшы, өз аузымен естідің болсын. Көзімен айтып қой, аузын ашсаң бір жерге бапыртын. Ой, осы көрген болашақ әйбі. Алла разы болсын. Құрметті достар, жақын ғана сайлау өткен болатын. Сол сайлауға кандидаттарды дәл осылай сайлаған сияқты. Балам, бір тұра ғой. Тұрды сайлауға барайық, депутат боласың ба? Бар ғой. Мен де барамын. Құрметті жасөспірімдер, жақында ұбт келе жатыр. Сол ұбт-дан 15 бала алып барған оқушылар. Қазақстанды қорғауға үшін таспырытса Өзбекстанды қорғауға одан кейін Мароккоға дейін барама деп отыр. Құрметті достар, тамашалаймыз. Фокусы сәтсіз шыққан фокусник. Брата, басыңды қойып тастайын, бір-екі күнде уайымдамашы. Құрметті достар, біз біреуге звондаған кезде гудоктың орнына рингтон қойып стәңкені алды. Сондай жағдайлардың бірі ауруханада. Дәрігер, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Әкем қал жағдайы қалай? Әкеңіз қал өте нашар. Қалай нашар? Үйдегілерге хабар беріңіз. Алло, да, балам? Мама, папа ауырып жатыр жаңағы. Достар, тамашалаймыз. Фантазиясы кез келген жерде оянып кететін батыр соғыста. Мына достар, барымыз кішкентай кезде даладан кішкентай мысықтарды, иттерді үйге алып беретінбіз. Сондай жағдайлардың бірі отбасыда. Мама, алда мысықты қараңызшы. Давайте үйге қалдырайық. Жоқ, үйге қалдырмайын. Мама. Ананы көрейік. Істейді екен, мама. Қалдырайықшы мысықты, өтінемін. Жоқ, дедім ғой, жоқ. Мама, қарашта да тәп-тәп кішкентай қалдырайықшы да мысықты. Неменесіне қызықты бұл мысықтың, неменесіне қызықтың? Қараш, пианинода күшті ойнап отыр ғой.
жасы келген апамыздан сұхбат алып тұрған журналист. Апа, саламатсыз ба? Сәлемдер. Жасыңыз болса 90-ға келді. Осы жасқа дейін армандарыңыз көп шығар. Ой, арман деген жетеді ғой шырақ. Қайсы бір айтайын? Бірін айтсаңыз. Енді менің бір үлкен арманым мынау. Санта-Барбара дейтін сериал бар. Соның до конца сериясынан көріп тұрсам ба деймін. Бірақ ана құрғырдың бітетін түрі жоқ. Көре алмай кетем бе деп қорқамын. Мартбек Тоқмырза. Құрметті сөзі соңында. Білемісіңіздер, біз барлығымыз Қарқаралы ауданының тумасымыз. Бірақ әр жерде жұмыс жасаймыз. Мен Қазақстан Қарағанды телеарнасында жұмыс жасаймын. Мен Каргуда мұғаліммін. Ал мен журналистпін. Мен Казгуда оқимын. Көріп тұрғаныңыздай, Мартбек ағамыздың ізін басып келе жатқан болашақ VIP жүректен жүрекке. Үлкен алғыс білдіреміз болашақ VIP командасына. Өзіңіз көргенімізде қатты қуаныштымыз. Особенно Мұқағалиға бір қошеметтеп қойыңызшы. Өзі бір легенда. Құрметті көрермендер, біздің байқау өз мәресіне жетті. Ендеше сіздердің құрмет шапалақтарыңызбен Әділқазы алқасын ақылдасу бөлмесіне шығарып салсақ.